Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Әдеттегідей видео сабақтың аудио нұсқасын саламын. Бүгінгі сабақ тәуелді қатынас. Тәуелді қатынастың минустары өте көп, адамның екі тараптың да бақытсыз болуына себепкер болады. Сондықтан да сабақты соңына дейін көріп, комментарий қалдырыңыздар, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Егер де жеке кеңеске жазылғыларыңыз келсе, 8747 702 1590 номеріне SMS жазыңыздар. Тәуелді қатынас деген қарым қатынаста өзіңнің мүлде жоқ болуың, тек қана сол күйеуің ғана болуы. Тәуелді қатынасқа түскен кезде тек қана әйел емес, балалар да түседі екен, қыздар. Мысалға, күйеуі кешігеді дейік, жұмыстан үнемі кешігеді, әйелі ресурсы жоқ, тек соны ойлай береді, қызғанады, SMS жазады, қайдасың, күйеуі біреумен жүріп кетті, жүргіш екен. Сонымен балаларының жанында ол ресурссыз ана болады. Балаларына ресурс бөле алмайды, балаларына қарым қатынас дұрыс емес, тек қана өмірінің барлығы әкесіне байланысты, әкесі жайлы айтады, әкесі жайлы, әкесімен ортасындағы проблемасын бөліседі дегендей. Балалары өздерін кішкене шетте қалғандай сезінеді. Және внимание жетпей, махаббат жетпей өмір сүреді. Және сол отбасыдан шыққан балалар тағы да тәуелді қатынасқа түсетін партнер табады. Яғни олар да тәуелді қатынаста болады. Ер бала болса, әйелін қатты қызғанатын болады, кішкене сол үшін өмір сүретін болады. Қыз бала болса, тағы да жаңағы мамасындай әрекет жасайтын болады. Яғни бұл жерде не айтқым келіп отыр? Тәуелді қатынасқа тек қана әйелдің өзі ғана емес, бүкіл отбасы кіріп кетеді екен. Тәуелді қатынас, тәуелділік, эмоционалды тәуелділік бұл ауру емес, қыздар. Ол мидың, мышленияның өзінің бір әрекеті. Оны өзгертуге болады. Ойыңызды дұрыс жаққа өзгертіп, анализ жасап, бұл жерден қалай шығуға болады деген сияқты жауапкершілік табуға болады. Енді адам баласының барлығы тәуелді қатынаста өмір сүреді, былайша айтқанда. Ол қалай? Мысалға, махаббатта тәуелділік, темекке тәуелділік, топыраққа тәуелділік, ішімдікке тәуелділік сияқты махаббатта тәуелділік. Біреуге барасың, ғашық боласың, сол ғашық болған адамыңды қатты жақсы көресің, оның кемшілігі қандай минус болса жақсы көресің. Мысалға, зиянды нәрсе темекі болса, соны жақсы көреді ғой адамдар, тарта береді. Сол секілді махаббатта солай тәуелділікке негізінде жатады шынтуайтында, бірақтан оны ешкім олай айтпайды. Туылған кезде бала анасынан тәуелді болады. Жалпы адамзат, жануарлар әлемі сияқты, жануарлар секілді туыласа, бір-екі сағаттан кейін жүгіріп кетпейді, психологиялық тұрғыда да, физикалық тұрғыда да анаға қатты тәуелді болады. Солай тәуелді болып 3 жасқа дейін өмір сүреді. 3 жастан кейін өзінің мені, жеке шекарасы пайда бола бастайды. Дұрыс баланың, сау баланың. Ал сау ана бала кезінен бастап, 1 жастан бастап балаға соны үйрете бастайды. Мынау менің шекарам, балам, қазір мен сенімен ойнай алмаймын. Мен қазір Құран оқимын, мен қазір намаз оқимын. Одан кейін барып ойнаймын. Яғни менің уақытым, менің пространством, мынау сенің шекараң, мынау сенің қажеттілігің деген сияқты бөліп сау дұрыс ана солай бөліп қояды. Дәл сол анадан шыққан бала 3 жаста өзінің шекарасын қорғайды, өзінің еркек болса еркектік мінез құлқын қалыптастырады, әйел болса әйелдік мінез құлқын қалыптастырады. Сосын өсе келе жаңағы ер баласы, ұлдары барлар, ер баласы тәуелсіз 10 жаста кезде өзінің ойы бар, 15 жаста кезде өзі қай жерге барып қалай келетінін біледі, 18 жаста кезде өзін шешім шығарады. Сондай тәуелсіз адам қатынасқа түскен кезде де ол әйелім кетіп қала ма, әйелім мен тастап кете ме деген қорқыныш болмайды. Көбінде ер адамдарда мен тастап кетеді ма деген қорқыныш болса, кет, бар, жоғал деген сияқты сөздерді қолданады, және манипуляция жасайды. Сен үйтпедің, сен бүйтпедің деген сияқты әйелді контрольда ұстайды. Үнемі өзіне керектіні ғана тартып алуға тырысады тәуелді қыз. Ал тәуелді емес, эмоционал тәуелді емес ер бала немесе қыз баласы өйтіп давить етпейді. Мысалға, қыз баласын алайық, тағы да отбасыда қыз баласы тәуелді қатынаста болса, эмоционал тәуелді қатынаста болса, онда ол үнемі күйеуін контроль жасайды. Қайда бардың, мына жаққа жұмысқа тұрмайсың ба, обычный нәрсе, ана киімді кимейсің ба, мынаны жемейсің, мынаны ішпейсің ба деген сияқты. Және де жаңағы сау психологиядағы анамыз егер де эмоционалды тәуелді қатынаста болса, тәуелді болса, баласына тәуелділік бар мысалға. Баласын жібермейді. Кішкентай еңбектеп жүрген баланы, ойбай, ананы жеп қояды, ойбай, мынаны жеп қояды деп ходунокқа отырғызып қояды, ходуноктан құлап кетеді деп ойлап төбеге отырғызып қояды, төбеден құлап кетеді деп ойлап тағы бір жерге байлап қояды. Сөйтіп баланың дамуына да өзінің кері әсерін береді екен. Және оны өзіне қатты бүйтіп байлап алады. Былайша айтқанда,
өсе келе бала көшеге шығып ойнағысы келеді, далаға шығып ойнағысы келеді, барып жүгіріп ойнағысы келген кезде анасы тағы да айтады: ей барма, ей құлап кетесің, ей өлдің, ей үйттің деген мамаларды көріп жатамыз ғой. Вот балаларына қатты бүйтіп жабысып қалған, эмоционалды қатты байланып қалған мамалар болады, аналар болады. Сол сәтте сондай аналар өзімен қоса балаларына сондай тәуелділікке әкеп соғады. Яғни анасынсыз ештеңе істей алмайды. Себебі бала анасы арқылы мына әлемді көреді. Психологиялық тұрғыда анасы арқылы өседі, физикалық тұрғыда анасы арқылы өседі. Анасы оны үйретеді. Обыкновенный амандасуға, сәлеметсіз бе деп айт деп үйретеді ғой. Сол секілді қоғаммен, айналасындағылармен қарым-қатынасқа үйретеді. Егер анасы сондай жабысқақ, қорқынышты, қорқа беретін, тәуелді болса, онда баласы да сондай қорқып өмір сүретін болады. Білесіздер ме, бір қызығы, осындай тәуелді аналардың балалары үнемі проблемаларға ұшырап жүреді. Себебі балалар өзі самостоятельный емес. Күйеулері де үнемі жаңағы сеніміне кір келтіріп жатады. Әйелінің сеніміне кір келтіріп жатады. Вот абайлап сондай өзіңіздің жұмыс істеуіңіз керек. Тәуелді қатынаста екі жақта бақытты болмайды. Бірі клеткада отырғандай сезінсе өзін, екіншісі өзін танымайды, өзі жоқ. Ол қарым-қатынаста өзі мүлде жоқ. Сондай бір сезім болады. Мысалға, кейбір қыздар тренингке қатысады, курстар қатысады. Олар айтады: менің күйеуімді өзгерткім келеді. Мен күйеуімнің қашып басқа біреуге кетіп қалғанын қаламаймын. Мен күйеуіме қызықты болғым келеді. Ал сіз өзіңізге қызықтысыз ба? Сұрақ. Ал сіз күйеуіңізге сол жасап жатқан кезде өзіңізді бақытты сезінесіз ба? Сұрақ. Осындай сұрақтарға көбінде жауап бере алмай жатады. Яғни бұл сұрақтың жауабын өз бойыңыздан іздеңіз, өзіңізді бағалай біліңіз, өзіңізді жақсы көре біліңіз. Бұл оңай сөз, өзіңізді бағалай біл, өзіңіз таңның кешкен сол нәрсені айта береді елдің бәрі. Бірақтан ішкі әлеміңізге ойлана қараған кезде өзіңізді бекерге біреудің көлеңкесінде өмір сүріп жатқанын сезінген кезде, бақытсыз екеніңізді реально сезінген кезде, бұл ситуациядан шығу жолын өзіңіз табасыз. Қалай табасыз? Жаңағы өзіңізді бағалау, құндылығыңызды түсіну, өзіңіздің бөлек тұлға екеніңізді түсіну, тәуелді қатынастан кішкене болсын арылуға әрекет ету, сепарациялану. Яғни бағанағы бала, тәуелді ананың баласы 3-4 жастан бастап сепарациялана бастайды анасынан. Одан кейін 20 жаста толық психикалық сепарация өтеді. Ол туралы сабақ болады. Сол кезде сепарация дұрыс жүрмеген бала осындай тәуелді қатынасқа келеді. Тәуелді қатынастан шығу үшін сепарация тақырыбы, есею тақырыбы, самооценка тақырыбын зерттеу керек, маңызды. Және егер де сізге бұл дүние өте қиын болса, қиналып жүрсеңіз, онда психологтың кеңесіне жүгінгеніңіз жақсырақ. Ойланатын дүние, қыздар, Аллах тағала бізді осы нәрсемен сынайды екен. Кім нені жоғалтуды қатты қорқады? Қорқыныштың арасында не бар? Қатты махаббат бар, оны қатты жақсы көресің, оны жоғалтқың келмейді. Оны иманыңнан, оны Алланың разылығынан жоғары етіп қоясың, содан кейін Аллах тағала именно сомен сені сынайды екен. Осы нәрсені ұмытпаңыздаршы. Аллах тағала балаңмен сынамасын, Аллах тағала күйеумен сынамасын деп айтады ғой, ата-анамен сынамасын деп. Сондықтан да иншалла тәуелді қатынастан шығуға, егер сіздерде бойыңызда осы нәрсе байқасаңыз, тәуелді қатынастан шығуға сіздерге тілектеспін.